2005 жыл. Тыныш қана өмір сүріп жатқан америкалық қаланың бірінде сұмдық жағдай орын алады. Жас мектеп мұғалімі өз үйінде жоғалып кетті. Бұл жағдайдан соң қалада сенім жоғалды. Себебі осы орын алған оқиға әр тұрғынның басынан өтуі мүмкін еді. Бірақ 12 жылдан соң қылмыстың жауабы табылады. Барлықтарыңызға сәлем. Соңғы уақыттары жоғалған адамдардың оқиғасын түсіреміз деп, өзіміз жоғалып кеткеніміз үшін кешіріңіздер. QRF арнасын қайта қолға алу бойынша енді жұмыстанып жатырмыз. Бізді қолдау мақсатында лайк басып арнамызға тіркеле кетіңіздер. Ендеше, сіздермен бірге QRF ұжымы бүгін біз Тара Гринстедтің жұмбақ жоғалуын қысқаша баяндап береміз. Тара Гринстед 1974 жылы ақштың Хокинс қаласында дүниеге келген. Мектеп кезінде қыз сыны секілді байқауларға қатысып көзге түсіп жүреді. Сол уақыттардан бастап оның мақсаты сапалы білім алу болды. Сондықтан конкурстардан ұтқан ақшасын білім алуға жұмсады. Солай колледжді аяқтап, армандаған мамандығына жұмысқа тұрады. Яғни, Атселадағы орта мектепке тарих пәнінің мұғалімі болып орналасады. Бұл аумақта небәрі 4000 ғана тұрғын өмір сүріп, көбісі бірін-бірі танитын еді. Бәрі тыныш қана өмір сүріп жүр. Атселада қылмыс болады деген ой ешкімнің басына кіріп шықпайтын. Тара ол жерде бірнеше жыл жұмыс жасайды. Солай коллективпен де, оқушылармен де жақсы қарым-қатынаста болған. Ешкімге жамандық ойламай, көмек қолының үшін әрдайым созып тұратын. 2005 жылдың қазан айында Тараның оқушысына көмек керек болып қалады. Оқушысы байқауға қатысайын деп жатыр екен. Тара бұрын дәл осындай байқаулардан жүлделі орындар алып жүргендіктен, ол оған көмектескісі келеді. 21 қазан күні ол оқушысына соңғы рет көмектеседі. Кейін бұрынғы сыныптастарымен бірге пикникке шығып, кешкі 11-де үйіне барады. Көлігін ауласына тоқтатып, ішке кіреді. Одан соң Тара із-түссіз жоқ болып кеткен. Бәрінен де қатты уайымдаған ол анасы. Қыз анасына әрдайым қоңырау шалып, хал жағдайын сұрасатын, бірақ бұл жолы олай емес. 24 қазан күні Тара жұмысқа бармаған еді. Әдетте себепсіз ол жұмыстан қала қоймайтын. Араласатын достары қыздың жоқ болып кеткеннің артында бір нәрсе бар деп полицияға хабарласады. Солай таңғы сағат 10-дар шамасында полиция Тараның үйіне келеді. Оның ойында жаман ештеңе жоқ. Жай ғана Тараның телефоны өшіп қалып, өзі терең ұйқыда жатқан шығар деп ойлайды. Қыздың көлігі өз орнында және есіктері кілттенбеген. Мұндай кішігірім қалада ешкім ұрлық болады деп күтпесе керек. Көліктің ішінде $100,000 конверт жатыр екен. Полицияға бұл шынында да күмән тудыра бастады. Солай үйдің есігін қағады. Оған ешкім жауап қатпайды. Ары қарай полиция үйдің айналасын тексеру керек деп шешім қабылдайды. Бәрі әдеттегідей секілді. Ешқандай есікті бұзу немесе төбелестің іздері байқалмайды. Бірақ қыздың жатын бөлмесі быт-шыт болып шашылып жатыр екен. Киімдері жерде, ал телефоны сол бөлмедегі үстелдің үстінде зарядкада тұр еді. Тара үйінен жап-жаңа шығып кеткен секілді. Бірақ бұл олай емес. Сол кезде еденнен полиция алғашқы айғақты, яғни бір қолғапты табады. Біреу саусақ іздерін жасыру мақсатында қолғап киген болуы мүмкін. Бұл Тараныкі деген нұсқаны мүлдем қарастырмады. Нақты былай болған деп айтатындай айғақ өте аз. Полиция қолғаппен бірге тағы Тараның әшекейі жерде үзіліп жатқанын және оятқыш күндегі жерде емес, басқа орында тұрғанын көрген екен. Бұның бәрі істі шешуге көмегін тигізе алмады. Кішігірім қалада осындай жағдай орын алады деп ешкім күтпеген секілді. Мектеп оқушылары да бұл істі шешуге көмегін тигізу үшін қаланың барлық жеріне Тараның суретін іліп шықты. Полиция Тара бір жаққа жаяу кетіп қалған деген нұсқаны да қарастырды. Солай иіс сезгіш иттерін алып іздеу жүргізді. Осы уақытта Тараның үйінен табылған қолғапты соңғы рет кім қолданғаны туралы зерттеу жұмысының нәтижесі шыққан еді. Эксперттер оны нақты кім кигенін анықтай алмады. Тек бір білгені, оны соңғы рет киген ер кісі.
Солай полициялар Тараның өткенін қаза бастайды. Әдетте осындай жағдайларда іске жоғалған адамның жақындары қатысты болып шығатын. Детективтер Тараның бұрын Маркус Хабрер есімді азаматпен кездескенін анықтайды. Ол екеуі жоғалғаннан 1 жыл бұрын айырылысып кеткен екен. Себебі Тара отбасын құрғысы келген, ал Маркус оған дайын болмаған. Бір қызығы, Тара жоғалғаннан 3 апта бұрын Маркус Аттила қаласына келіпті. Бірақ полиция бұны күдікті адам ретінде қарастырмайды. Екеуі айырылысқанына көп уақыт болғандықтан. 2005 жылдың 30 наурызында, яғни Тара жоғалмастан бірнеше ай бұрын, оның бұрынғы оқушысы оны қорқытқан екен. Сол күні оқушы Тараның үйіне келіп есікті қағады. Қыз оның агрессивті болып тұрғанын көріп, ішке кіргізбейді. Сосын ол одан сайын ашуланып есікті бұза бастайды. Бұны байқаған көршілер полиция шақырады. Кейін анықталғандай, ол бала Тараға бұрыннан ғашық болған екен. Сол уақытта оқушы өзін біртүрлі ұстайды. Мұғалім оған қанша көмектескісі келсе де, оның психикасы бұған кедергі келтірді. Тара жоғалғаннан соң полиция ол балаға іздеу салады. Ол Аттиладан 150 км жердегі бір қалада жұмыс жасайды екен. Қолдарында ешқандай нақты дәлел жоқ полицейлер 2 аптадан соң Тараға іздеу салады. Волонтерлар Аттиланы толықтай қарап, артынша өзен көлдердің барлығын іздесе де ештеңе таппайды. Іздеу барысында Тараның баспанасының маңында бір үй мен көлік өртенгені туралы хабарлама келеді. Бұл жайдан жай болмаған секілді көрінеді. Өртеген адам айғақтардан құтылу мақсатында немесе барлық болған нәрселерді Тарамен байланыстырып шатастыру үшін жасаған секілді. Арадан бірнеше жыл өтіп, полиция бұл жұмбақтың жауабын таппақ түгілі шешіміне бір қадам болсын жақындай алмайды. Бірақ 2009 жылы бір кісі өз YouTube арнасында сұмдық видеоны жүктеп, барлығының назарын өзіне аударады. Видеода автор өзінің түрін бояп жауып, дауысын өзгертіп тастаған. Солай өзін 16 қыздың жоғалуына қатысым бар, және оларды ешкім таппайтындай етіп жасырдым дейді. Оның ішінде Тара Гринстед те бар еді. Сонымен қатар келесі видеода подсказка берем деген сөзді де қосады. Полиция бұл видеоны қарап, айтылған 16 есім де шынында жоғалған қыздар екенін анықтайды. ФБР агенттері жылдам оның кім екенін зерттейді. Ол 27 жасар Эндрю Хейли. Тұтқынға түскеннен соң ол жай ғана әзілдедім дейді. Оның жоғалған 16 қыздың ісіне қатысы жоқ екен. Бірақ сонда да ол жазадан қашып құтыла алмады. 2010 жылдың желтоқсан айында Тара Гринстедті ресми түрде көз жұмды деп жариялайды. Аттила қаласының барлық тұрғындары Тараның жоғалғанын білгенімен, бұдан ешқандай пайда болмады. Қаладан сенім кетті, бәрі қорқынышпен өмір сүретін. 2016 жылы барлығы қайта Тараны сөз арасына қыстыратын жағдай орын алады. Пейн Линдси есімді журналист құпия қылмыстарды зерттейтін өзінің подкастын жүргізеді. Алғаш болып ол дәл осы Тара Гринстедке тоқталады. Ол қасына серіктесін алып Аттилаға келеді. Оны сол жердің детективі Морис Годвин күтіп алады. Бірге олар барлығын нөлден бастауға шешім қабылдайды. Іс бойынша полицейлер жинаған құжаттар қолжетімсіз болғандықтан, қолдан келер бір шара ол тұрғындардан ақпарат жинау. Бірінші болып Тараның туыстары және достарымен сөйлеседі. Көптеген адамдар сұхбаттан қашқан еді. Бірақ бұл көпке созылмай, барлығы қайтадан Тара жайлы талқылауды бастайды. Морис пен Линдси күдіктілер қатарына Тараның бұрынғы жігіті мен үйіне кіруге ұмтылған оқушыны қосады. Жолда Тара туралы білетін адамдардың барлығымен сөйлесіп, істі шешуге бір қадам қалған секілді сезімде болады. Линдсиге бір күні біреу хабарласып, Тараның үйінің маңын зерттеуге ұсыныс тастайды. Ол келесіп, үйдің артынан сүйек тауып алады. Дереу түрде эксперттер ол сүйек жануардікі болғанын анықтайды. Бірақ одан түк шықпай, шешімге әлі де болсын жақындай алмайды. 2017 жылдың басында Брук Шеридан есімді әйел полицияға келеді. Бруктың айтуынша, оның жігіті бұрын досына мәйітті жасыруға көмектескенін айтқан. Бұл жағдай 2005 жылдың 22 қазанында болды. Брук жігітіне дереу мойындауын сұраған, бірақ жігіті үнсіздік сақтайды. Детективтер алғашқыда оған сене қоймайды.
Бәлкім ол барлығы өзіне назар аударғанын қалаған шығар. Дәл сол уақыттары Линдсидің подкасты бәрінің аузында жүрген еді. Сол үшін полиция әйелге жігіттің мойындағанын жазбаға жазып ал дейді. Ол дәл солай жасап, іс шешімін табады. Бо Джукс есімді жігіт бәрін мойындайды. Қаншама жылдан бері осындай құпияны арқалау ол үшін ауырға соққан екен. Боның досының аты Райан Дюк. Райанға заңсыз нәрсені тұтыну үшін ақша қажет болып, көзі Тараның үйіне түседі. Қыз онымен барынша қарсыласса да, соңында Райан ғана тірі шығады. Солай досы Боға хабарласып, денені орманға апарып көмеді. Сотта Бо Дюкс кінәсін мойындап, барлығының алдында, Тараның отбасысының алдында да жылап тұрып кешірім сұрайды. Ол бұрын әскерде жұмыс жасап, көптеген жүлделермен марапатталған екен. Бірақ бұның бәрі сотта көмектеспей, оған 25 жыл уақыт берген. Ал Райан Дюкқа келсек, оның соты әлі күнге дейін болып жатыр. Адвокаты бар кінәні Бо Дюксқа жабуға тырысқан. Осылайша видеомыз аяқталды. Еңбегіміз үшін лайк басып, арнамызға тіркеле кетулеріңізді сұраймын. Видео туралы пікірлеріңізді де комментте күтемін. Бізде болса, ендеше сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QR ұжымы келесі видеоларда кездескенше.